Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Сандуғаш, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз май құрттың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Тек қана табиғи таза өнімдермен жасалынған нағыз май құрттың жасалу жолын бөлісетін боламын. Жасау барысындағы иісі енді нағыз бұрынғы ата әженің ауылына барып келгендей сезімге бөледі. Мінекей достар, менде ауылдан алынған, қалтада әбден тұрып суы тартылған осындай сүзбені пайдаландым. Және қолдың сарымайы және бір кесе қантымыз қажет болады. Бұл жерде творог менде тап-таза ауылдың өнімі. Ал сіздер жай творогты пайдалансаңыздар да жарайды. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды ертіп аламыз. Мінекей енді еріп дайын болған майымыздың үстіне сүзбемізді салатын боламыз. Мінекей сүзбемізді салып, жақсылап араластырып, езіп дайындап алатын боламыз. Мінекей барлығын бір қалыпты етіп, жаймен осылай бір қалыпқа келтіріп алдық. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай артық суы бөлінген жоқ. Себебі бұл таза, әбден қалтада тұрған өнім болғандықтан, егер ал жай творогты пайдаланатын болсаңыздар, одан міндетті түрде суы бөлінетін болады. Және соның суы тартылғанша жай отта қайнататын боламыз. Міндетті түрде жай отта болуы қажет және араластырып тұруды ұмытпауымыз қажет. Мінекей енді қайнап бастап жатыр. Мінекей біршама қайнап, кішкене суы тартылды. Енді осы уақытта мен қантымды қосатын боламын. Мінекей қантымызды қосқан соң кішкене еріп бастайды менің сүзбелерім. Мінекей кішкене еріп қайнап бастады. Мен кемінде 3 сағат қайнаттым. Мінекей өзі жаймендеп суы тартылып, мінекей осындай қоймалжың қалыпқа келді. Кішкене сарғыш түске енді кемінде 3 сағаттай қайнатсам да ол артық ешқандай сарғыш түске енген жоқ. Мінекей бұл таза, тап-таза, ешқандай артық қоспасы жасалынған ауылдың май құрты. Өте дәмді, өте керемет. Мінекей қою шайыңызбен сүтті араластырып, сүт шаймен үлкен кісілерге ұсынсаңыздар өте керемет. Және балаларға да өте пайдалы, әсіресе жаңадан туған әйелдерге өте пайдалы. Құрамы да көп деген витаминдерге бай тағамдардың бірі. Достар, міндетті түрде жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, себебі алдағы уақытта көп деген керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы. Мінекей қалғанын осылай банкаға салып, холодильникте сақтай берсеңіздер болады.